Қара құрт шаққан кезде арақ ішу керек деп көп адам жазған екен. Негізі бұл мүлде дұрыс емес. Не үшін екен видеоның соңында айтып өтетін боламын. Және де ол кісілер жазған, менің ана туысым, мына туысым, ана танысым осы арақ ішу арқылы жылан шағуынан немесе осы өрмекшін шағуынан аман қалды деп. Негізі ол кісілер ол арақ ішпесе де ол кезде аман қалатын еді. Және де екінші, өрмекші шақпайды, ол денеге сиіп кетеді деп айтқан екен. Негізі қара құрт ол шағады. Онымен қателеспеңіздер. Әр өрмекшіде өзінің паучий клык деген болады, хелицер деп аталады. Осы хелицерін терасына енгізу арқылы өзінің уын жібереді. Ол сол арқылы шағады. Одан кейін көп адам бүйімен, яғни тарантулмен шатастырған екен қара құртты. Бұл екеуі екі түрлі жәндік. Жалпы Қазақстанда мекендейтін ең мол өрмекшілердің екеуі бар. Олар біріншісі скорпион болса, екіншісі осы қара құрт өрмекшісі. Қалғандары тоже әрине адам ағзасы үшін өте қауіпті, но бірақ осы екі өрмекші сияқты смертельный емес. Бұл екі өрмекші шаққан кезде дереу медициналық көмекке жүгінуіміз қажет, немесе өзіміз алғашқы көмек көрсетуіміз керек. Және де әр адам өзінің туыстарына, қасындағыларға алғашқы көмек көрсете білуі керек. Сіздерден сұрарым, осы қазақша контентті қолдау барысында осы видеоны лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар, әртүрлі группаларға жіберіңіздер, барлығы біліп жүрсін. Қара құрт табиғаттағы ең ұлы өрмекшілердің бірі. Оны черная вдова деп атайды. Себебі ұрықтанғаннан кейін ол аталығын жеп қояды. Оның уы адамдар үшін өте қауіпті және қатты ауырсынуды тудырады. Адамдарды негізінен ұрғашы қара құрт шығады. Оның мөлшері 1 сантиметрге дейін жетеді. Денесі 1,5-2 сантиметрге дейін өседі. Табиғатта одан да үлкен түрлері кездеседі, бірақ өте сирек. Ал еркектері әлде қайда аз, максимум 7 миллиметрге дейін өседі. Оның уы әлсіз болып келеді. Және де адамдар үшін, жануарлар үшін ол қауіпті емес. Қара құрт көп ұрпақ береді, бірақ көбі жыныстық жетілуге дейін өліп қалады. Бұл өрмекшінің ең маңызды жауларының бірі аралар мен кірпілер және де қойлар деп айтсақ қателеспейміз. Қара құрт өрмекшінің түрі қорқынышты, жасына байланысты түсі сұрдан қараға дейін өзгеріп отырады. Өрмекші неғұрлым үлкен болса, соғұрлым қара болады. Қара жесірдің ішінде қызыл дақтар болады, ал ересектерінде мүлдем байқалмауы да мүмкін. Кейбір өрмекшілерде бұл дақтар айналасында ақжиек болуы мүмкін. Аяқтары ұзын болып келеді. Қазақстанның барлық аумағында кездеседі. Әсіресе құрғақ климатты жерде көп болады. Қара құрт құрғақшылықты жақсы көреді. Қара құрт үйлерде мекен етпейді. Ол ешқашан көп қабатты үйде тұрмайды. Ыдыс аяқтың арасында жүрмейді. Өйткені ол даланы, құмды, жылуды, құрғақшылықты жақсы көреді. Көбінесе қара құрт өрмекшісін далада, жыраларда, полигондарда, қараусыз қалған, өсіп кеткен саяжайларда кездестіруге болады. Оның сүйікті жерлері қоқыс үйіндісі, ағаш үйіндісі. Ол салқын және ылғалды жерге жақынырақ орналасады. Алайда жел қара құртты және де оның торын қаланың ішіне дейін алып баруы әбден мүмкін. Қазіргі шығып жатқан жаңалықтарда қаланың ішінен де кездестіріп жатыр, және де үйлердің дворларында кездестіріп жатыр қара құртты. Бұның барлығы желмен ұшып барған қара құрттар. Ол өздігінше ол жерге бармайды. Қара құрт өрмекшісінің шағу сәтін сіз байқамайсыз, тек қана жеңіл инъекция сезіледі. Денеде тістеген жерді табуға қиынға соғады. Алайда тістегеннен кейін көп ұзамай улану белгілері бүкіл денеге таралатын болады. Алғашында ештеңе білінбеуі мүмкін, бірақ бара-бара сол именно шаққан жерден ауырсыну сезімі өте күшейе бастайды. Және де ол ауырсыну қатты болғандығынан сіз жылайсыз, өкіресіз, шок болады, аллергия, қозу, есінен адасу сияқты белгілерге дейін пайда болуы мүмкін. Әрине ол құсу, жүрек айну, бас айналу сияқты белгілер ол редко кездеседі. Ең көп жағдайда бұда қатты ауырсыну болады. Жылан шаққан кезде де, скорпион шаққан кезде де бұлай ауырмайды. Және бұл именно қара құрттың өзінің симптомдарының бірі, шағуының ең бірінші симптомы ол қатты ауырсыну белгісі. Егер сіз поляда немесе таулы аймақтарда дәрігер жоқ жерлерде жүріп қалсаңыз, жалпы именно сондай жерлерге баратын болсаңыз, қалтаңызда әрқашанда обезболивающий препарат пен аллергияға қарсы дәрі-дәрмектер болған дұрыс. Оны атап айтатын болсақ, обезболивающий ол кетанал болса, ал екінші препарат ол дексаметазон немесе супрасин сияқты. Супрасин таблетка болып келеді, дексаметазон ол гормональды препарат, яғни осы аллергияға қарсы. Осындай препараттар қалтада болған дұрыс. Бұл экстренный порядка аптечка болып табылады сіз үшін. Сіздің денсаулығыңызды, өміріңізді құтқарып қалуға өте жоғары көрсеткіш көрсетеді. Ең бірінші сізді қара құрт шағып алды делік, не істейсіз?
қолыңыздағы темекімен немесе спичкамен именно қарақұрт шағып алған жерді 2-3 минуттың ішінде сіз сол жерге басып сөндіруіміз керек. Себебі ыстықта осы қарақұрттың уы бейтараптанады, яғни уы әлсірейді деп айтсақ та қателеспейміз. Но әрине бұл у толығымен, бұл спичка арқылы біз толығымен уды қайтара алмаймыз. Екінші, егер сізде жаңағында мен айтқан дәрілер болатын болса, аллергияға қарсы дәріні ішеміз, оның артынан ауырсынуды басатын кетанол сияқты дәрілер ішеміз. Егер сіз укол салатын қабілетіңіз болса, онда жаңа гормональды дексаметазон немесе преднизолон сияқты дәріні жамбасқа салуымыз қажет. Егер сіз осылардың барлығын істейтін болсаңыз, онда сіздің ауруханаға дейін спокойно жетуіңізге мүмкіндік бар деген сөз. Ал егер бұның ешқайсысын істемейтін болсаңыз, және де сізде қосымша созылмалы ауруларыңыз болса, немесе кішкентай баланы шағып алатын болса, немесе аллергиялық реакциялар болса, өзіңіздің анамнезіңізде, яғни өзіңізде болған болса аллергиялар, ауыр аллергиялар, онда сіз үшін өте қауіпті жағдай төніп тұр деген сөз ол. Бұл жалпы жыланның уы, қарақұрттың, скорпионның уы қандай адамдарға өте қауіпті десеңіз, ол жаңа айтып өттім ғой мен сіздерге. Кішкентай бала үшін, созылмалы аурулары бар адамдар үшін, яғни жүрек жағынан проблемасы бар үшін, немесе анамнезінде, яғни өз бойынан ауыр аллергиялық реакциялар өткерген болса, мысалы үшін анафилактикалық шок, немесе отек квинки деп аталады, яғни мұрын, бет, көз, құлақ барлық жер ісініп кету. Ол либо ара шаққанда да болады, либо укол салған кезде де сондай отек квинки болып кету. Егер сіздің басыңыздан сондай өткізген болса, онда ол сіз үшін өте қауіпті болып табылады. Егер сіз абсолютно здоровый адам болсаңыз, және ешқандай созылмалы ауруларыңыз жоқ болса, немесе ауыр асқыну аллергиялық реакциялар болмаса, онда сізді скорпион шақса да, өрмекші шақса да, қарақұрт шақса да, және жылан шақса да тірі қалу қаупіңіз жоғары өте. Себебі адам өзі иммунитет жақсы болады, өзі емдеп алады. Сіз аңырсып, нервім ауырды деп жылап қоясыз, бірақ жазылып кетесіз. Маған көп адамда комментарий жазған адамдар, ана туысым, ана танысым осы жылан шақты немесе қарақұрт шаққан кезде осы арақ ішу арқылы аман есен қалды. Егер арақ ішпегенде өлетін еді деп. Мен оларға әрқашан айтам, комментарийде ответ жазып отырам. Егер ол кісі арақ ішпеген жағдайда да оның тірі қалу қаупі өте жоғары еді. Себебі ол здоровый адам, аллергиясы жоқ. Ондай адамдарды жылан шақса да, не шақса да тірі қалады. Бізде, құдайға шүкір, біздің қазақ елімізде ондай өте қатты смертельный улы жыландар немесе улы пауықтар жоқ. Ол әрине шетелде Амазонка бойында немесе Ніл өзенінің бойында, ояқта дереу сіз алғаш көмек көрсетпесеңіз, адамдар 5 минуттың ішінде өліп қалатын неше түрлі улы жәндіктер бар. Біздің Қазақстанда ондай мекендер, ондай улы жәндіктер әзірге мекендемейді. Және де көп адам жазған комментарийге, қарақұрт шаққан кезде, жылан шаққан кезде арақ ішу керек, сол арқылы аман қаласың деп. Негіз бұл мүлдем дұрыс емес. Сіздің мысалы үшін ағзаңызға у кірді, яғни ағзаңыз уланып жатыр. Ал арақ, по сути, ол өзі у болып табылады. Уды уға ішсеңіз не болады? Организм одан ары уланады. Сол себепті ол мүлдем дұрыс емес. Арақ қалай әсер етеді? Арақ сіз ішкен кезде арақ қан тамырларыңызды кеңейтіп, қан айналымды күшейтеді. Сол арқылы сіз ағзаға түскен уды жүйке жүйесіне немесе басқа да ағзаның бүкіл органдарына, бүкіл қарақұрттың уын бәрін жеткізесіз, тасымалдайсыз. Соның салдарынан улану вообще күшейеді. Бұл мүлде дұрыс емес. Одан кейін екінші сұрақ, көп адам жазған комментарийде, қарақұрт ол шақпайды, ол сиіп кетеді денеге деп. Бұл тоже мүлде дұрыс емес. Не үшін десеңіз, әрбір өрмекшіде өзінің хелицер деген болады. Ол хелицер орысша аударған кезде паучий клык деп аталады. Яғни осы паучий клыкын тері астына тістеу арқылы уын жібереді. Ол солай шағатын болады. Ол ешқашан симейді, ол сигеннен сіздің теріңізге сиіп кетсе, ештеңе де болмайды сізге ол. Себебі сіздің денеңіздің ішіне тиіп тұрған жоқ. Ал дененің сыртына жанасқан нәрсе ол ары кетсе жерде бөртпе болады. Немесе жергілікті қызару сияқты белгілері болуы мүмкін. Және де бүкіл бұл информацияларды мен ойдан алып құрастырған жоқпын. Мен біріншіден ағылшынша источниктарды қараймын, екінші доказательный медицина бойынша, және де басқа да научный профессорлардың статьяларын тоже қарап, соған сүйене отырып осындай видеолар түсіремін. Және де құрметті тыңдармандар, видеом соңына келіп жетті. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Мен үшін бұл үлкен мотивация болып табылады. Және де қазақша контентті әрқашанда қолдаңыздар. Сіздерге рахмет.